айта ал, саған қарап прикол айта ал. бір күні бір Free Fire көп ойнайтын бала қаңғып келіп әкесіне таяқ жеп отқанда, әкесі анам басынан бір ұрады дейді да, баласы айтады дейді, рандом дейді екен. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бүгін R8. Короче достар, бүгінгі видеода біз мына көріп тұрғандар Ерохан аккаунтымен мирға запрос жіберіп, осындай бір кереметтей адамдарға бір Ерохан подписчиктеріне, короче бір сөзбен айтқанда пранк ұстайтын боламыз. Видео өте қызықты шықты, там біреулер өлең айтты, біреулер прикол айтты дегендей. Ал сіздер босқа отырмай, осы видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ал ендеше біз өзіміздің қызықты видеомызға тамашалауға кеттік. Кім сөйлеп жатқан, Ера ма, Ангел ма? Ангел. Ангел ма, Ера сөйлемейсің ба? Сөйлеймін. Бана сөйлемейсің. Опа, келді. Менің дауысым Ерохан, Зефисқа ұқсайды. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Ерохан дейін просто адам ұйықтан тұрғасын дауысындай болады. Ерде тұрғысың ба? Қара, если қазір сендер маған өлең айтпесеңдер, молодец болсыңдар. Давай, если өлең айтсаңдар, кәдімгі, да мен сендерді друзья жіберіп қалуым мүмкін. Е-мое, тоқта қазір. Зачем ты не строишь? Тянешь, курманися, вот пойти старей пульт. Оу май! Ой, құттай тоже захочешь кәдімгідей. Білмейді бар қайды. Тағы да айт онда, тағы да айт, соны қайталап тағы да айт. Давай. Растущие сказки, зачем ты не строишь сказки? Тянешь, курманишь, пойти сам. Блин. Аматқат, молодец. Тигр сен айт енді. Тёмка, тише, пожалуйста. Сезімді шестігі. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Сезіне алмадым, жүректі шестігі. Өртеніп жанбадым. Ой, бәлі. А у тебя от души. Что там? Ау. Запрос қабдай ба? Лимит менде, лимит. Мә, Ерохан әйіп. Кім сөйлеп отырған кім? Беказар. Тоқта, шуламаңдар. Қазір сендер мені көңілінен шықсаңдар, до конца әңгіме айтып бір қатып ойнап қайтамыз. Если көңілінен шықпасаңдар, группа жоқ тастаймын. Сендерге бірінші менің бір өтінішім, өлең айтып беріңдерші. Мендегі сенің қолыңа қолыммен ұяласың деп айту керек қой. Айтшы шешен солай. Қара, кім өлең айтты дәл қазір, кім өлең айтты? Мен Бекат деген. Бека, сен бір өлең айт. Давай, беносым тоқтай тұрып, Бека давай, банаға мен тегенінде айписасып қызды айт, давай, бол. Мен дегенде сенің қолыңа қолыммен ұяласың, ұнайсың маған соныңмен, саған деген теңеу менің дауыс болмас бір сырлар шындыр болып өтейік 5 күндік өмірден. Көңілің кең диапаз онымдай бәртап берін, оның үнін көрген даусындай көне қара домбыраның. Әнің күнгі кегім бояуындай өңір тараң, 140 аспап мұңғырық үй табағым. Nice. Ероха! Ау. Салғышы! Ероха! Ләға өтіштір жалдығыш. Қараңдар, қазір менде лимит, бірақ та қазір Nike сөйлеш, Nike па, по идее. Не oldu? Қазір сен маған бір өтетін бір четкий прикол айтшы. Софиш? Давай, прикол айт, сосын екеуміз бригад қоймыз. Бригад қоймыз. Я.
Прикол ойнамайын, ә? Заңғар деген айтайыншы. Давай айт ал, заңғар прикол айт ал. Бір күні бір Free Fire көп ойнайтын бала қаңғып келіп әкесіне таяқ жеп отқанда, әкесі анам басынан бір ұрады дейді да, баласы айтайды дейді, рандом дейді екен. Давай, Анга, давай. Онда қазір сен маған бір четкий прикол айтып берсең, мен сені шығармаймын. Жарайды. Короче, ол бірақ қатты күлкілі емес. Короче, бір бала сосискамен жеп отырады, сөйтіп қасындағы досы айтады, далбойып даңғозсыз қоясың дейді. Ай, молодец. Короче, енді менің подписчиктеріме сәлем айтып жібер, и все, амандасып жібер болды. Ассалаумағалейкум достар, мен Ангел, мен Ероханмен отырмын. Ероханға тіркеліп қойыңыз, комментарий жазып кетіңіздер. R6 топты енді. R6 топ? Бәсе, білген бір ютубер екен достар. Короче, достар, осындай кереметтей ролик болды. Егер де сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Келесі мен қандай ютубердің аккаунтымен пранк ұстайын, комментарий жазып кетіңіздер. Ал ендеше сіздермен бірге болған бұл мен R6. Келесі видеода жүздескенше, давайте.